Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Смағұл Елубаевтың «Ақбоз үй» романы туралы айтып беретін боламын. Бұл шығарма қазақ әдебиетінде ерекше орын алады, себебі ол халық тарихындағы ең ауыр кездерінің бірін 1930-33 жылдарда орын алған ашаршылық пен ым, ұжымдастырудың оқиғаларын шынайы көрсетеді. Романды оқу арқылы біз тек тарихи фактілерді емес, сол кезеңдегі адамдардың өмірін, олардың сезімін, тағдырын түсінеміз. Ақбоз үй атауы символдық. Ақбоз таза өмірді, халықтың дәстүрлі өмірін білдіреді. Ал үйдің күйреуі сол дәуірдегі қазақ халқының басынан өткен қасіреттің белгісі. Романда оқиғалар көбіне баланың көзімен беріледі. Бала бәрін толық түсінбесе де, өзінің көргенін жасырмай ашық айтып береді. Сол арқылы біз ашаршылықтың қиын болғанын терең сезінеміз. Тарихи кезең мен оқиғалар. Роман 1929-33 жылдар аралығында өтеді. Бұл кезең Қазақстан үшін ең қиын жылдардың бірі. Сол жылдары жаппай ұжымдастыру болды, ұжымдастыру саясат жүргізілді. Қазақ шаруалары малын, мал-жайын, кейде үйін тартып беруге мәжбүр болды. Байлар мен қожалар қуғынға ұшырап жер аударылды. Екінші, ашаршылыққа ұшыраған халық. Миллиондаған адам аштықтан қаза тапты. Көп отбасы балаларын, малын жоғалтты. Ауылдар босап, халық басқа елдерге қоныс аударуға мәжбүр болды. Үшіншісі, қиындықтар мен қуғын-сүргін. Белсенділер мен билік өкілдері халықты күштеп колхозға кіргізді. Адамдардың өмір сүруі, дәстүрі, мәдениеті өзгерді. Смағұл Елубаев оқиғаларды тек тарихи фактілер арқылы ғана емес, адамдардың тағдырын көрсету арқылы баяндайды. Сол үшін оқырман өз кезеңінің қиыншылықтарын өз көзқарасымен сезінеді. Кітап мазмұны туралы айта кететін болсам, Ақбоз үй романы бірнеше бөлімнен тұрады. Басты оқиғалар ауылдың қарапайым адамдарының өмірінен басталады. Ауыл баласы баяндаушы ретінде тарихта өз көзімен көрсетеді. Ол көрген жасырмай айтып, оқырманға шынайы картинаны сипаттап көрсетеді. Бала әлемінде бәрі қарапайым. Оның көзқарасы арқылы біз адамның қорқынышы, үміті, махаббаты мен қайғысын көре аламыз. Ата-аналар ауылдағы қарапайым қазақ отбасының символы. Олар малынан, үйінен айырылып, баласын аман алып қалуға тырысады. Ол оның басты мақсаты. Баланың амандығы олардың ең басты арманы. Белсенділер мен билік өкілдері халықты мәжбүрлеп колхозға кіргізген адамдар. Олар қазаққа қарсы тұрған, бөтен күш емес, өз ішінен шыққан адамдар екенін көрсетеді. Аштықтан босып кеткен ауыл адамдардың тағдыры өте ауыр. Біреуі жолда көз жұмады, біреуі балаларынан айырылады. Біреуге басқа елге кетуге, басқа елге жетуге тырысады. Бұл бүтін бір ұлттың трагедиясы.
Романда нақты есімі бар кейіпкерлер де кездеседі. Мысалы, Қасым, Тұрар, Еркежан, Омар, Хадиша. Бірақ автордың басты тәсілі есімсіз кейіпкерлер арқылы бүкіл халықтың трагедиясын көрсету. Негізгі идеясы мен мәселелері. Романдағы ең басты идея адам өмірінің құндылығы мен әділетсіз саяхат мысалдарын көрсету, сондай-ақ халықтың тарихи қасіретін ұмытпау. Көтерілген мәселелер: ұжымдастырудың адам өміріне әсері, ашаршылық пен халықтың қиналуы, отбасының ыдырауы, адамдар арасындағы сенім мен махаббаттың сынаққа түсуі, адамның рухани төзімділігі мен өмір үшін күресі, ұлттық дәстүр мен тарихтың маңызы. Автор бұл мәселелерді асырып көрсете бермейді, бірақ оқырманға шындықты жеткізеді. Басты кейіпкерлер бұл романның біріншісі ауылдың баласы. Ол баяндаушы оқиғаларды баланың көзімен көрсетеді. Оқырманға аштықты терең сездіреді. Екіншісі ана мен әке, қарапайым қазақ отбасының символы. Баласын аман алып қалуға тырысады. Белсенділер мен билік өкілдері. Халықты күштеп колхозға кіргізген адамдар саясаттың қалай іске асқанын көрсетеді. Аштықтан босып кеткен ауыл адамдары, біреуі жолда көз жұмады, біреуі балаларынан айырылады, біреуі басқа елге жетуге тырысады. Менің бұл кітапты оқып жатқандағы алған әсерім, бұл шығарманы оқу өте ауыр, бірақ маңызды. Оқиғаларды оқыған сайын қазақ халқының осы кезеңде қанша қайғы көргенін, бұрынғыдан да жақсы түсінесің. Ашаршылық тек сандар емес, ол адамдардың тағдыры, ата-бабамыздың шынайы қайғысы. Жазушының суреттеуі соншалықты күшті, оқып отырып сол дәуірге еніп кеткендей боласың. Ауылдың бос қалғанын, баланың қорқынышын, ананың үмітін сақтап қалуға тырысқанын көргенде жүрегің шымырлайды. Бұл шығарманы оқығаннан кейін мен тарихқа басқаша қарай бастадым, себебі ол жылдар туралы құр информация емес, адамдардың өмірі екенін түсіндім. Неге достарыма ұсынамын? Өйткені роман шындықты жасырмай көрсетеді. Қазақ тарихындағы ең ауыр кезеңді эмоция арқылы түсіндіреді. Оқуға жеңіл, қарапайым тілмен жазылған. Төртіншісі, рухани тәрбие береді, өткенді ұмытпауға, ата-бабамыздың тағдырын құрметтеуге үйретеді. Бұл кітап әр қазаққа тарихи сананы дамыту үшін қажет деп ойлаймын. Енді автор туралы айта кететін болсам, Смағұл Елубаев 1947 жылы туған, қазақ жазушысы, публицист. Көп шығармаларында халықтың тарихи қасіреті, әлеуметтік мәселелерді көтереді. Оның Ақбоз үй деген романы ең
танымал шығармаларының бірі. Бұл шығарма үшін ол сынға ұшырағанмен шындықты айтуға тырысқан қаламгер ретінде тарихта қалды. Қорытындылай келетін болсам, Ақбоз үй қазақ әдебиетінде ерекше орын алатын роман. Ол тек тарихи фактілерді айтып қана қоймай, адамның тағдырын, халық трагедиясын, рухани төзімділікті көрсетеді. Оқырман кітапты оқығаннан кейін тарихқа басқаша қарай бастайды. Себебі ұмытпау керек екенін түсінеді. Бұл шығарма тарихтан сабақ алу, адам өмірінің құндылығын бағалау, рухани күшті сезіну үшін маңызды.